Елімізде нанның бағасы 250 теңгеге дейін көтеріледі деген ақпарат тарады. Бұл әп-сәтте қымбатшылықтың қамытын киген қоғамның наразылығын тудырды. Астығымыз қамбадан асып түседі деп мақтанғанда сондаймыз. Нарықтан нақты тапшылық бар ма? Әріптесім Айбек Қосан бұл сұраққа жауап іздеп көрді. Нарықтағы нақты бағаны білгің келсе, базарға бар. Елордадағы сауда орындарында 25 келілік бір қабын 9000 теңгеден сатылып жатыр. Сапалы ұн сортының бір келісі 360 теңге. Тауар Қарағанды мен Павлодарлық өндірушілердікі. Сатушылар бағада өзгеріс бар екенін айтады. Страшно сезіледі, ол мысалы қарапайым халықтың несіне қалтасына дегендей страшно соғады. Просто ұндардың бағасы 2 есе 3 есе қымбат болып келіп отыр. Мысалы кеше 9,5 алған заттар уже бүгін 10,5-11 мың теңге болып келіп отыр. Қазір енді ұнның бағасы қымбат. Мысалға соған біз баяғыда 200 теңге қосатынбыз, қазір 400 теңге, 500 теңге дейін қосамыз уже. Базарда тапшылық жоқ, бірақ тауарды жеткізуде проблемалар бар көрінеді. Тұрғындар ұннан жасалатын өнімдердің бағасы өсіп барады дейді. Жаңа жылда мысалы 80 теңге, 90 теңге наны, қазір 150 теңге, 145 теңге, кейбір дүкендерде 180 теңгеден даже сыртқа қарай сатылып жатыр. Қазіргі таңда азық-түліктің қымбаттағаны өте қатты сезіліп жатыр. Әсіресе керекті үйге қажетті күнделікті керекті заттар, мысалға сұйық май, тағы күнделікті қолданатын макарондарымыз, спагеттилеріміз қатты қымбаттап жатқаны рас. Ұнның тапшылығына не себеп болуы мүмкін? Астық өндірушілер шикізат тапшылығын алға тартады. Қазір шетелге дайын өнім емес шикізат сатылып жатыр. Соның салдарынан елде өңдеп шығаратын шикізат қоры азайған. 2022 жылдың шілде айындағы дерек бойынша Қазақстанда 2300 ұн тарту компаниясының 174 ғана қалған. Олардың өзі тек өз бағасына жұмыс істейді. Кіріс 2%-ға ғана жетеді. Елімізде 2022 жылдың 5 айында 1,4 миллион тонна ұн өндіріліпті. Ішкі нарықтағы сұраныс 99,1%-ға қанаттандырылған. ТМД елдеріне 170 мың тонна ұн сатылған. Ірі көлемде алған мемлекеттер Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Ауғанстан 456 мың тонна сатып алған. Үкімет 30 қыркүйекке дейін бидай мен ұнды экспорттауға квота енгізді. Бұл ішкі нарықта шикізат азайды деген сөз бе? Бірінші проблема, мәселе, ол ауыл шаруашылық министрлігі нақты сандарын білмеу. Елде ауылдарда қанша егін, қырманда қанша бар екен ешкім білмейді нақты. Сол мәселеден шығып тұр ғой. Түрлі кедергілер, мораторийлер. Экспорттаушылар күзгі орақтан кейін 20 миллион тонна бидай қамбаға түсетініне сенімді. Ішкі нарыққа қажетті өнімнің орташа есебі де белгілі. Қазақстан өз ішін қауіпсіздігінің үшін 6-7 миллион бидай керек. Соның ішінде 1,5 миллион ғана ұн керек. Қалғанын біз шетелге экспорттауға толық мүмкіндік бар. Ресей бидай экспортына шектеуді алып тастап жатыр. Сондықтан Қазақстан нарығында бидай мен ұн тапшылығының болуы екіталай. Ал ұсыныс жеткілікті болса, баға шамадан тыс көтерілмейді. Сондықтан нан 250 теңге болады деп даурығуға әзірге негіз жоқ. Айбек Қосан, Ермек Махметов, Айбар жаңалықтар қызметі.